жаңа интернет қана емес, бізде мүлдем сет жоқ. Бір-бірімізге хабарласа алмаймыз. Хабарласпақ тұрып, магазин алдына келіп скорый шақырамыз, қол бұлғап осы жерден күтіп аламыз. Төменгі жақта қарасаңыздар, мүлдем жол жоқ бізде. Газдың трубасы көше бойымен жүру керек қой, тегін жүру керек. Былтыр біз газ қостырайық деп едік, 411 мың екен бір үйге. Одан кейін біздің бәрін өлшеді, ең соңғы көше болғаннан кейін бізге мына көше бойынша тартылмаған ғой труба. Соның бәрін есептеп, әр қай үй 150 мыңнан үстіне қосасыздар деді. Мысалы, жылда халық өздері 5 мың 10 мың теңгені жинап, жылда жасайды, жылда көктемде осындай проблема бізде. Соны бір мемлекет ретінде тарапынан ба бір көңіл бөліп біз жаққа. Сосын бір екінші мәселе свет мәселесі. Свет мәселесі де мысалы қазір трансформатордың бәрі частный, біз налог төлейміз. Қазір Алматы облысы Қарасай ауданына қарасты Кемертоған ауылындамыз. Дәл осылай батпаққа батқан, жолы жоқ. Инфрақұрылымы төмен ауылдар Қазақстанның көптеген аумақтарында бар. Көктем шықса балалар батпаққа малынып сабаққа барады. Мен Әлімжанова Ирина Светжаңызы, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттығына Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының кандидатымын. Біз үйіп төгіп артық уәде бермейміз, бірақ партияның сайлау алды бағдарламасындағы мықты ауыл ел қауіпсіздігінің кепілі негізінде жұмыс істеуге тырысамыз. Мына жерде біздің аты жөніміз тұрмайды, тек қана осы партия белгіленеді. Сайлау күні барлықтарыңызда 5 бюллетен болады да. Біреу партия бойынша тізім, яғни осы партия, егер мені қолдасаңыздар, партияға дауыс бересіздер. Одан кейін мәслихат, сосын өзін-өзі ұсынғандар 5 бюллетен болады, халық шатаспас үшін.